Қайырлы күн. Бүгін магазиндегі тетрапакеттегі соктардан әлде қайда дәмді осындай абрикосовый нектар дайындаймыз. Абрикосовый сок деп атасақ та болады. Құрамы 3 заттан тұратын, өте оңай жасалатын натуральный соктардың бірі, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен абрикосты аламыз, жуамыз, екіге бөлеміз, ортасындағы дәнектерін аламыз. Нектардың дәмі абрикостың сортына байланысты, өзіңізге ұнаған сорттан алып жасаңыз. Дәмі жақсы бүтін сорттарынан алуға кеңес беремін. Нектардың дәмі тікелей осы абрикостың сортына байланысты. Осылай абрикостарымызды дәнегінен толықтай тазартып аламыз. Абрикостарымызды отқа қоюға болатын ыдысқа салып, үстінен қант саламыз. Және су құямыз үстінен. Суын құйып, баяу отқа қоямыз, қайнатамыз яғни. Абрикосымыз қайнап дайын болғанша банкаларымызды реттейміз, жуып, шайып, жақсылап духовкаға осылай қыздырып аламыз, стерилизовать мақсатында. Қақпақтарына қайнаған су құямыз. Міне абрикосымыз қайнап шықты. Абрикосымызды оттан алып, блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Блендермен езген өте оңай, 1-2 минут уақытыңыз ғана кетеді. Міне бірден осылай біркелкі масса болып шығады. Міне нектарымыз дайын болып қалды, біркелкі болып. Енді блендеріміз тоқтатып, осы нектарды келесі үлкендеу ыдысқа сито арқылы өткіземіз. Сүзгінің үстіңгі бөлігінде осы абрикостың артық қабығы, қандай да бір мякті болса, солар сүзіліп алынады. Сондықтан міндетті түрде ситодан өткізу қажет. Барлық нектарымызды осылай сүзгінің көмегімен сүзіп аламыз. Нектарымызды сүзгіден өткізгеннен қалған міне артық мякіт осы болды бізде. Нектарымызды қайтадан баяу отқа қоямыз да, үстінен 2 литр су құйып, қайнатамыз. Нектарды міндетті түрде баяу отта қайнату керек. Арасында осылай араластырып қоямыз. Қажетті заттардың өлшемі осы видеоның астындағы описаниеде толық жазылған. Қайнап келе жатқан кезде де осылай 1-2 рет араластырып қоямыз. Осылай жай отта бір қайнатып аламыз. Оттан алып, осы ыстық күйінде бірден дайындап қойған банкаларымызға құямыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады, міндетті түрде жауап беремін. Күнделікті ішуге немесе қысқыға жапсаңыз болады. Егер қысқыға сақтайтын болсаңыз, банкалар мен қақпақтары міндетті түрде стерилленген болу керек. Банкаға жапсаңыз, қыстыгүні ең натуральный сокты ішесіздер. Жаппай да суытып, салқындатып ішсеңіз, дәмі өте керемет. Бұл рецептпен мен жылда банка жабамын, сондықтан ең хит рецепттерімнің бірі, міндетті түрде қолданыңыз. Барлығыңызға ас болсын, дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.